Ал енді сол оқып отырып, ішіндегі негізгісін кестеге жазып отқан кезде, оқушыларда жазылым дағдысы артып отыр, де. Міне, сонда гуманитарлық пәндер мен жаратылыстану пәндерінің арасында қандай да бір пәнаралық байланыстың, ықпалдастықтың бар екенін көрсетуге болады. Ал енді жалпы жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша айтып кететін болсақ, бізде жаратылыстану бағытындағы физика, химия, биология пәндерінде өзара байланыстық бар. Мысалы, физика пәнінде білім алушылар заттардың молекулалық құрылымы негізінде жағы олардың агрегаттық күйлері бойынша жұмыс тақырыбы өтетін болса, яғни сұйық, қатты, газ деген бұл заттың агрегаттық күйі. Бұны кез келген пән мұғалімі білуі қажет. Міне осының негізінде физикада өтіп жатқанда білім алушы химияда және биологияда алған білімдерін пайдаланады екен. Ол қандай білімдер? Мысалы, химия бойынша айтып кететін болсақ, химиядағы атом деген ұғымды біледі. Атом ол бөлінбейтін бөлшек екен. Яғни атом, яғни сұйықтар, сұйық күйінде болады, сұйық күйінде. Егер ол су буға айналатын болса, ыстықтың әсерінен буға айналғанда да оның құрамында атом бар, яғни молекулалар алшақтай бастайды. Ал енді суды мұздататын болсақ, 0 градустан төменде ол су мұзға айналады, яғни қатты күйге өтті. Қатты күйге өткенде химия бойынша атомдар өте тығыз орналасқан кезде олар жағы мұз күйге ауысады екен. Ал енді осы тақырыпты биология қандай деңгейінен қарастырады? Яғни кез келген ағза, мысалы тірі ағза, адам болсын, жануар болсын, өсімдік болсын, олардың ағзаларының 80% судан тұрады деп айта аламыз. Яғни оның құрамында жаңа айтып жатқан сұйықтық бу күйі, алмасу күйі, олардың жағарға атом түрінде, макро, микро элементтер түрінде. Мысалы, біздің жеген тағамдарымыз қорту арқылы олар сұйық күйге айналады. Сұйық күй арқылы ол физикадағы өзара жағы өткізгіштік қасиет арқылы ағзаға өтіп, ағза қоректенеді. Міне, сонда кез келген пәннің пәнаралық ықпалдастығы болып отыру керек. Яғни бұл пәнаралық байланыс болмайтын болса, біз жалпы алған білімізді өмірде қалай қолдану керектігін өзара түсіну өте қиын болып есептеледі. Сонда алып жатқан негізгі пәндер, 9-шы сынып біткенше негізгі пәндердің арасында өзара байланыстық болу керек. Ерекшеліктерін қазір мен айтып өттім, секциялық залда жұмыс істеуге оны кейін қарастырайық. Жалпы білім беру құндылықтарына тоқталып өтейік. Бұл білім беру құндылықтарымыз біздің жалпы алғанда патриоттық, азаматтық жауапкершілік, ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық, құрмет, ашықтық, өмір бойы білім алу. Яғни осы білім беру құндылығымыз жалпы пәннің мазмұнын түсінуде не үшін қажет деп ойлайды көбінесе. Яғни балада өзінің еліне деген патриоттық сезім, жауапкершілік болмаса, ынтымақтастық болмаса, шығармашылық еңбек, біреуге құрмет көрсету, білім алу болмаса, онда жалпы тәрбие мен білімді егіз деп санаймыз ғой. Тәрбиелік құндылықтары болмаған кезде, ол білім алушыға біз білімді өз деңгейінде бере аламыз деген ол жансақ пікір болып есептелінеді, әріптестер. Енді мәңгілік ел құндылықтарына тоқталатын болсақ, бұл барлық пәннің негізінде бар. Яғни бұл мәңгілік ел құндылықтарын біз кез келген пәннің негізінде, тақырыптың негізінде қарастырып сіңдіруіміз керек. Яғни жаңа айтып өткен Қазақстанда патриоттық, азаматтық жауапкершілік деген, бұл жағы біздің Қазақстан Республикасының заңдарын сақтау, оның құрметпен қарау. Мысалы, көптеген азаматтар өзінің құқықтарын біле бермейді. Яғни баланы қорғау заңдылықтары бар, концепциясы бар баланы қорғау деген. Яғни біз педагог ретінде отырып, сол құндылықтарды білу үшін негізгі заңымызды құрметтеп сақтауымыз керек. Яғни жалпы құндылықтарды бағалауымыз керек.
мәдениетімізді, біздің халқымыздың мемлекеттік істердің алдында адалдықты сақтау керек, жауапкершілікті сезіну керек. Міне осының бәрі болған кезде толыққанды біз жағы бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбие аламыз деген ойдамыз, иә. Ал жалпы құрмет дегенде оған не қарайды екен? Құрмет дегенде әрбір жеке тұлғаның төзімділік қасиеті, өзінің қоршаған ортаға көзқарасы, ата-анаға деген көзқарасы, отбасына, үлкенге, кішіге, достарға құрмет көрсету, қамқор болу деген қарайды екен. Міне осының бәрін біз құрмет деген бір сөздік ұғымға сыйдыра аламыз. Ал ынтымақтастық деген ол қалай? Жалпы ынтымақтастық біздің топтық жұмыста да, жеке жұмыста да, жұптық жұмыста да қалыптастыра отырамыз күнделікті. Яғни ол деген сөз ортақ мақсатқа қол жеткізу үшін бір-бірімізге көмектесу. Яғни көмектесу дегенде сол тақырып бойынша сол баланың айтатын сұрағын бәрін айтып беру емес. Яғни оған өзіне түсінікті жағынан түсіндіре отырып, жағы қолдау көрсету болып табылады, иә. Ал енді ашықтық деңгейге тоқталатын болсақ, бұл жеке және әскери қарым-қатынастағы ашықтық дейді жалпы алғанда. Тазалық, қызметке адалдық, өзінің пікірін білдіру, өзгенің пікірін құрметтеу деген міне осы дағдылардың бәріне жатады. Енді біз айтамыз, жалпы біздің негізгі осы білім беру стандартындағы құндылықтың негізгі бір принципі білім алуға ұмтылу, білімді іздеу, яғни дайын күйінде алмау. Яғни білімді іздеп, сол деңгейінде қалғанда ол сенің өмір бойы есіңде қалады. Мен айтады ғой, жалпы тек қана көзбен көріп оқығанда 10%, 5% есте қалатын болса, ал біреуге үйрету арқылы сіз қабылдайтын болсаңыз, ол 75 пен 95% арасында сіздің есіңізде қалады деген сөз. Яғни бұл құндылықтардың бәрі біздің білім беру стандартында белгіленген. Жалпы мәңгілік ел, жалпы ұлттық идеясының құндылығы, бұл 7 құндылық біздің барлық пәндерде күнделікті сабағымызда енгізіп отырамыз, иә. Осыны іске асыру үшін жалпы не істеу керек? Біз ол құндылықтарды қалай күнделікті сабақ барысында іске асыра аламыз? Оны асыру тетігі қалай бізде? Мұны асыру тетігі біз жалпы білім беру құндылығы, жаңа айттық, иә, стандартта көрсетілген құндылықтарды ескереміз. Әрбір пәннің, әрбір сабақтың біздің бағдарламаға көрсетілген оқу мақсаттарының жүйесіне сүйенеміз, иә. Мысалы, біз бағдарламада көрсетілген оқу мақсаттары арқылы ғана сабақты өтпейміз. Өйткені біздің оқу мақсаттарымыз жалпы көлемді, ауқымды берілген. Ал енді сол алдымызда отырған оқушылардың қабылдауы, танымдық ерекшеліктері әртүрлі болғандықтан, біз оларды түсіну үшін алдымыздағы оқушылардың танымдық ерекшеліктерін ескере отырып, сол беріліп тұрған бағдарламадағы оқу мақсаттарынан біз сабақтың мақсаттарын шығарып алатын. Неге? Оның өзін деңгейлеп қарайтынбыз. Яғни барлық оқушылар үшін, яғни барлық оқушы деген ол жерде жақсы оқитын да, нашар оқитын да оқушылар үшін қабылдай алатын деңгейде мақсат құрастыратынбыз, иә. Ал кейбір оқушылар деген бар бізде, ол шығармашылық деңгейлері жоғары дамыған оқушыларды айтатын едік. Жалпы осы құндылықтарды бізге асыру тетігінің бірі білім беру мазмұны. Білім беру мазмұны деп тұрғанымыз әрбір пәннің өзінде қарастырып отқан тақырыптар. Сол тақырыптардың деңгейінде біз осы құндылықтарды қарастырамыз. Мысалы, мен биология тілінде айтатын болсам, өсімдіктердің құрылысын қарастыра отырып, олардың жемістерін айтып, біз оқушыларға оларды, өсімдіктерді жұлмау, оны күтіп баптау жолдарын, және оның жалпы адамның өмірі үшін, тіршілігі үшін маңыздылығын айта отырып, оқушыларда біз яғни
өзгеге құрмет көрсету деген жаңағы құндылықты арттыра алады екенбіз, иә, мысал келтірсек. Енді оқытудың әдіс тәсілдері арқылы біз неше түрлі ойын әдістерін, тәсілдерді пайдалана отырып, осы құндылықтарды сол әдіс тәсілдер арқылы енгіземіз. Иә, ол жерде біз оқушыларды қарым қатынасқа, ашықтықта, ықыласын білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға, жауапкершілікке, сонымен қатар сол әдіс тәсілдер арқылы біз жалпы актінің тиімділігін де қарастырып өтеміз. Сосын бұл іске асыру сабақтан тыс жұмыстар. Кез келген пән мұғалімі сынып жетекшілік қызмет атқарып отыр қазіргі кезде, иә. Сол сынып жетекшіліктер сыныптық сағаттар кезінде немесе сабақтан тыс, мысалы биологияда қарайтын болсақ, бізде практикалық сабақтарымыз бар, иә. Немесе жағы телім дейміз ғой, бау бақшада жұмыс істеген кезде жануарлармен, мысалы живой уголок дейміз, тірі табиғат бұрышы, сол кезде жұмыс істегенде соған байланысты көптеген бізден жаңа көрсетілген, айтылған білім беру стандартындағы құндылықтарды пайдаланып айтып өтуімізге болады екен. Енді осы жерде жаңа айтып кеткен бойынша тоқтап өтіп айтқым келеді сіздерге. Мысалы, жердегі тіршілік үшін судың маңызы деген тақырып болатын болса, оның мақсаты мына 4 түрлі кодпен беріледі. 10-шы сынып, 4-ші бөлім, 1-ші бөлімше, 1-ші оқу мақсаты, яғни жердегі тіршілік үшін судың іргелі маңызын түсіндіру. Бұл оқу бағдарламасында осылай берілген. Енді осы жердегі тіршілік үшін судың іргелі маңызын түсіндіру үшін біздің алдымызда отырған сыныптарға, оқушыға түсінікті оны қабылдау үшін біз мақсат қоямыз, иә, сабақтың мақсатын. Бұл жерде судың адам ағзасына маңыздылығын тұжырымдаймыз. Яғни су адамға не үшін қажет деген мақсат қоямыз. Ал бұны сыныптағы барлық оқушы түсіне алады, оны деген ойда. Енді оқушылардың басым көпшілігіне біз табиғатта су айналымын реттейтін анықтап және тіршілік үшін маңызын сипаттауымыз керек. Ал кейбір оқушылар үшін біз транскрипция мен фотосинтез процестеріне судың маңызын түсіндіреміз. Жалпы құндылықтарға баулу дегенде біз айтып отырмыз, жағы мәңгілік ел жалпы болды. Қазіргі құндылықтарға баулу деген соңғы қысқа мерзімді жоспарда 384-ші бұйрық бойынша ол жерде көрсетілмеді, бірақ құндылықтарға баулуды біз күнделікті сабақта ұмытпауымыз қажет. Оның бәрі бізде қай кезде іске асады? Сіз осы тапсырма бере отырып, оқушыларға жағы топтық, жұптық жұмыстар жүргізген кезде. Енді біздің жалпы пән бағдарламаларымыз, кез келген пәннің бағдарламасы спиральді білім беру бағдарламасы деп айтылады дегенбіз. Ал бұрынғы бағдарлама бізде, осы уақытқа дейінгі бұрын өтіп кеткен бағдарламамыз сызықтық бағдарлама болған. Яғни ол өткенге қайта оралмайтын, қатаң логикалық реттілікпен оқылатын бағдарлама болады. Мысалы, біз бұрын 6-шы сыныпта биологияны бастасақ, тек өсімдіктану, өсімдік туралы өтетінбіз. Ал 7-ші сыныпта тек қана жануарды өтетінбіз. Ал кейін оқушыны ұбт-ға дайындайтын кезде қайтадан 6-шы сыныптың бағдарламасын қайталауға тура келетіне. Яғни, бұл сыныптан сыныпқа өткенде логикалық реттілік пен оқу болмаған. Ал жалпы спиральді білімде біз жаңа айттық, қарапайымнан күрделіге өту. Мысалы, үйді салатын болсақ, үйдің өзінің фундаменті неден құрайды, ол кірпіш неден тұрады, терезе қалай болады, мұржа не үшін керек деген сияқты біртіндеп түсіндіріледі. Сол сияқты біздің мынау спиральді бағдарламамызда қарапайымнан күрделіге өтеді. Жаңа айтып кеттік, 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа деген білім алушы өзінің білетін дүниесінен. Мысалы, ол спиральді бағдарлама деп біз айтып кеттік, Брунердің жағы негізгі технологиясына негізделген деген, бірақ 1829 жылы Аймауытұлыда айтып кеткен, бізде жағы балаға
өзінің білетін дүниесінен таныстыратын болсаң, ол оңай болады және оны түсінеді деген сияқты, иә. Сол сияқты, яғни біз әрбір пәнде, мысалы, жетінші сыныпта өтсе, сегізінші сыныпта дәл сол тақырып өтіледі, тек қана күрделенген түрде. Яғни спиральді бағдарлама бұл жалпы білімді дәйекті түрде кеңейтіп, тереңдетіп оқытатын үздіксіз дамуға арналған бағдарлама болып табылады, әріптестер. Мына жерде соған бір мысал келтіріп өтейік. Мысалы, Блум таксономиясы бойынша біздің мынау бағдарламада берілген тақырып пен оқу мақсаты осы спиральді тәсілмен және Блумның таксономиясына сәйкес негізделіп отырады, иә. Біз оқу мақсаттарынан сабақтың мақсатын шығарамыз, сосын кейін ол сабақ мақсаттарын жету үшін тапсырмалар құрастырамыз, деңгейленген тапсырмалар қарапайымнан күрделіге. Сонда әрбір біздің сабақта қарастыратын тапсырмамыз осы спиральді тәсілмен Блум таксономиясына негізделіп отырылады. Яғни қарапайымнан күрделіге өтіп отырамыз. Соны естен шығармауымыз керек. Яғни кез келген тапсырманы құрастыруда Блум негізіне. Мысалы, осы спиральді тәсілді түсіну үшін сіздерге мынау келтірілген тақырып бойынша қарайық. Мысалы, мынау кеңінен жоғары қарап отыр, мына суретте байқасаңыздар. Яғни 7-ші сыныпта оқушылар жүйелеудің маңызын түсініп, тірағзалардың орнын, жүйелеудегі орнын анықтаса, 8-ші сыныпта енді оны олар жүйелей алады. Яғни саңырауқұлақтардың ерекшелігі балдыр, мүк, қырықжапырақ, ашық тұқымды, жабық тұқымды. Міне қарапайымнан. Мысалы, саңырауқұлақтың балдырдан кейін мүктәрізділер, одан кейін қырықжапырақ, одан кейін ашық тұқымды, одан кейін жабық тұқымды. Міне 8-ші сыныпта соның сипаттамаларын ауыстыра алатын болса, 9-ші сыныпта бинарлы номенклатура деген ұғым қалыптасады. Енді олар анықтағыш арқылы өсімдік пен жануарлардың қай түрге жататынын танып біледі. Міне көрсеңіздер, қарапайымнан күрделіге өтіп отыр, иә. Осылай өтіп отырған көруге болады. Міне. Жалпы оқу мақсаттарына қол жеткізуде осы спиральді тәсілді ұмытпаймыз, әріптестер. Кез келген тапсырманы орындатуда міндетті түрде оқушыға алдыңғы тақырыпта сол тақырыптың деңгейінде нені үйренді, нені білді есіне түсіре отырып, сол алдыңғы білімнің негізінде жаңа білімді не істеуіміз керек? Қалыптастырып отыруымыз қажет. Сол алдыңғы білімнің негізінде жаңа білім қалыптасқанда, олар өзінің оқу мақсатына жете аламыз, оқу жүйесіне жете аламыз деген сөз. Яғни оқу мақсатының жүйесінде жаңа айтып кеттік, бізде міндетті түрде кодпен белгіленеді, ол 4 сан